Ахмет Байтұрсын ағамыз бізге былай деген. Қазағым, елім, қайқайып белің сынуға тұрып таянып. Талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып. Қанған жауында ұйқым, ұйықтайтын бар, не сыйқым. Сабағымызды бастаймыз. Отырыңдар. Оқулық дәптерлерімізді ашамыз. Біздегі 1920-30 жылдардағы репрессия балдан жоғары көтеріп отырасыңдар, я? Арман ала ғой. Үй жұмысын сұрауды бастаймыз. Көріп отырғандарыңыздай әр бөлімнен индустрияландыру, кіші қазақ, ұжымдастыру, ашаршылық, ұжымдастырудың демографиялық салдары және қуғын сүргін. Қай ұяшықты таңдайсыздар, содан сұрақ шығады, жылдамырақ жауап беруге тырысамыз, балалар, жарай ма? Ақбота. Біріншісі, үшіншісі. Голошокин Қазақстанға қай жылы келді? 1915 жылы келді. Ақбота. Тексеріп көрейік. Жауап бердің, жарайсың. Түрксіб теміржолы құрылысы қай жылы басталды? Молодец, жарайсың. Тексеріп көрейік, дұрыс. Шикізат бойынша Қазақстан нешінші орынға шықты? Бір, жарайсың. Тексеріп көрейік, отырамыз. Ашаршылық туралы Сталинге кім хат жазды? Бесінен хаты ма? Жоқ, бесеннің хаты ашаршылық жайлы деседі ғой. Ал, жаз. Тұрар Рысқұлов, жарайсың. Так, Жүздің үшіншісі. жүздің үшіншісі. Ұжымдастыру туралы шешім қай жылы қабылданды? 1927 Жарайсың. 27 жылы 15 съезінде қабылданды, я? Бай мен кедейлерді теңестіру және ел экономикасын көтеру. Ал қазақ ауылындағы социалистік өзгерістер жүргізу, я? Жарайсыңдар балалар, яғни үй жұмысына дайындалып кетесіңдер. Қарай, мұнда бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Және қазақ зиялыларын қоғамдағы рөлін талдаймыз. 1937-1938 жылдар саяси репрессия, бұрынғы қарсы ұйымдастырылған қуғын сүргін шараларының еңбектердің қателігімен асыра сілтеуін қатты сынға алды. Кеңес билігі азаматтық соғыс жылдарындағы ұлт тәуелсіздігінде бірқатар қазақтың қаймағы тағы қамауға алынды. Барлығы қара қадам болды, ит жеткенге айналды. 1937-38 жылдары қазақтың көрнекті қайраткерлерінің барлығы репрессияланды. Саяси қуғын-сүргін құрбандарының қатарында Әлихан Бөкейхан, Тұрар Рысқұлұлы, Махмет Нұрмағұлы, Сұлтанбек Қожанұлы, Ұзақбай Қалымбетұлы, Ораз Жандос, Әбілқайыр Досұлы, Славут Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгірұлы, Бейімбет Майлин, Құдайберген Жұбанұлы, Санжар Асфендияр да бар. Бұлардың бәрін айтқанымыз репрессияға ұшыратып, қуғын сүргінге ұшыратты деп жатырмыз. Қуғын сүргінге ұшырату дегеніміз не екен? Ату жазасына, абақтыға қамау, басқа елдерге айдау, я? Сол сияқты алаш зиялы қауымы қамалды, айдалды деп жатырмыз, я? Бұрын соңды бізде еңбекпен түзеу орталықтар бар ме еді балдар? Жоқ еді. Қарлақтық емес, я? Одан кейін Жезқазғанда орналасқан степлак, яғни степной лагерь, Карагандинский лагерь, я? Осылайша еңбекпен түзету орталықтары ашылды. Олай болса, жаңа сабақ түсінікті ма, балдар? Жаңа сабақ түсінікті болса, мозаика әдісімен қазір сендерге таратамын. Тез-тез жылдам 3 топ мозаиканы құрастырамыз. Бір-бірімізге көмектесеміз. Тілейді жарқырымға. Лима, нам перестатайш. Жапсылам.
Жарайсыңдар. Степлак тобы. Ертерек, одан кейін мен қосымша мәлімет Рамазан, көмектесеміз. Қосымша мәлімет. Кітаптан да мәліметтерге. Еңбекпен түзету орталығы. Оқулықтан және қосымша мәліметтен іздене отырып, жазып, тақтаға шығып қорғаймыз. Оқулықтан жазасында да қорғайсыздар. Және қосымша мәліметтен. Бірінші болған Карлак тобына мен Карлак пайдан беремін. Бірінші болған. Жарайсыңдар. Так, степлак тобы. Өзіміздің Карлак аумағында 80 мың тұрғын болған, бірақ оның 4 мыңның қазақ үйі болған екен. Қазақтың киіз үйі болған. Ал 1200-ді ол неміс, орыс, украин үйлері болған. Ал Карлак көбінесе жалған сөздер болады, яғни орталық Қазақстанда, тағы да басқа ерсіз мекендерінде тұрған деген ол сөз дұрыс емес. Карлак дегеніміз еңбекпен түзету лагері болған, ол Қарағанды қаласында 1931 жылы 19 желтоқсанда құрылды. Жарайсыңдар. 1929 жылға дейін Жарайсыңдар. Ал отыра қойыңдар. Жарайсыңдар. Бастап қошемет көрсетеміз. Алжир Буртан Сапунан әйелдің лагері болып 1937 жылы Ақмола облысында ашылады. Бұл жерде қуғын-сүргінге ұшыраған, лагерлерге жабылған қазақ халқының ерлерінің әйелдері отырады. Алжирде 8 мыңнан астам әйелдер ұсталып отырған. 1947 жылы номер 7 ерекше лагерь деп аталған немесе степлак деп аталған. Степлак ол халық жауларына арналған ерекше лагерь. Және де бұл степлак лагерінде тұтқындарды көмір шахталарында жұмыс істеді. Марганец кен орындарына игерумен айналысып отырды. Сол жерлерден еңбекпен түзету орталықтарын соққан, иә? Арғар, Асел айтты. 1953 жылдың 27 наурызында Кеңес үкіметінің кең ауқымды амнистиясы жарияланды. 1942 жылдың 1 қаңтарында лагерде 120-140 тұтқын ұсталды. 1954 жылдың 19 мамырында Кеңгірде орналасқан 3 лагер Абырсқан жол тұтқындары күзетшіге бағынбады. Карлак тобына 2 ұпай және мәліметті толық жеткізген үшін тарда 2 ұпай. Екінші тобымыз степлак тобы. Мәліметті жақсы жеткіздіңдер 2 ұпай. Үшінші топ мәліметті толық жеткіздіңдер 2 ұпай. Жарайсыңдар. Олай болса, балдар Қазақстандағы еңбекпен түзету орталығы туралы мәлімет білдік, қуғын-сүргінге ұшырағандардың көбісі, алаш зиялы қауымдарының көбісі осы еңбекпен түзету орталықтарында қамауда отырған және кейбірі ату жазасына кесілген, репрессияға ұшыраған деп жатырмыз. Біз бағанағы қуғын-сүргінге ұшырады деп жатырмыз. Мысалы, жауап берейікші, Ахмет Байтұрсынұлы, қай жылы алғаш рет түрмеге жабылды? Қандай айыппен? Ал, Абдырахман. 1931 жылы көтеріліске шыққан үшін. Қазақтарды көтеріліске дайындады деп айыптайды. Топтық жұмысты керемет орындадыңдар. 3 еңбекпен түзету лагері Степлак, Алжир, Карлак туралы толық мәлімет білдіңдер. Топтық жұмысты жақсы жасадыңдар. Енді жеке жұмыс жасаймыз. Дәптерімізге әрқайсымыз жеке орындаймыз. Карлак тобына ақиқат жалған әдісі дәптерімізге орындаймыз. Степлак тобына тематикалық карта, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Алжир тобына сәйкестендіреміз. Осы еңбекпен түзету орталықтар туралы дәптерімізге жазып қоямыз.
лагерьдің өзінің мақсаты еркінен адамдар фильмнен пайдаланып жеке жұмыс топтық емес, жеке дәптерге орнаймыз. Көршімен бақылас, бір-бірін тексереміз. Дұрыс па, дұрыс па? Үш топ бір-біріне сұрақ қояды, жауап береді, тексересің. Дұрыс осыдан. Бірінші қазақ тобы. Сұрақ қойып жеріңіз, Жансай. Тыңдаймыз екі топ. Жалған болса да қойып отырған. 1956 жылы Стеклак еңбекпен түзету орталығы жойылды. Рас, ақиқат па жалған ба? Сұрақ қоямыз. Қарағандыда 45 километр жерде Долинка селосында орналасқан. Жалған ба? Долинка жерінде, иә? Так, олай болса, жаңа сабақты жақсылап сақтадық, мәліметтер бердік. Ұялы телефондардың аласында ссылка жібердім. Google тест арқылы сабақты қаншама түсінгендеріңді бақылаймын. Жезқазған, Ақмола облыстарында, иә? Қай жерде орналасқанын білдік, және ол жерлерде кімдер жатқанын білдік, иә? Ал жерде тек қана әйелдер, иә? Қанша мыңға дейін әйелдер жатты? 8 мыңға дейін әйелдер. Ол жерде алаш зиялы қауымдарының да әйелдері тұтқындалған. Міржақыпболатовты қай жылы репрессияға ұшырады? Репрессияға ұшырады дегенде лагерге 10 жылға алынды. Яғни лагерде 5 жыл өтеп, 1935 жылы өзінің ауруынан сырқаттанып, 1935 жылы қайтыс болды. Қоржын әдісі арқылы астыққа жазып, қоржынға саламыз. Бүгінгі сабақтан қандай әсер алғандарың? Маркермен жаза береміз. Маркермен жазамыз, біз қоржынға саламыз. Бүгінгі сабақтан алған әсерлер. Өте жақсы. Қоржынға саламыз.